Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа, турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Зерге арналған үйшік. Балалар, Степан атаға барып келіңдерші. Көмек керек бекен сұрап келіңдер. Таңертеңнен бері бір нәрсені тарсылдатып кесіп жатыр. Жарайды әже, қазірақ барамыз. Ой, не істеп жатырсыз? Пайдаланбайтын көне қораны бұзып жатырым. Азғантай қалды. Біз де көмектесейік. Рахмет, кейінірек тақтайларды жинауға көмектесесіңдер. Ой! Ой! Мінеки, мұның орнына жаңадан гүл отырғызуға болады. Айтпақшы, құстар демекші, қазір сендерге бір нәрсе көрсетем. Бұл құстың үйшігі. Құстарға арналған ағаш үй. Мәссаған. Құсқа үйшік жасап, іліп қою керек. Құстарға жасалған қамқорлық емес пе? Мәссаған. Кейін құстар адамдарды түрімен ғана емес, әдемі даусымен де сайрап қуантады. Шыр-шыр етіп. Әжелерің мен шайға шақырып еді ғой. Тақтайларды кейінірек жинармын. Ал құстың үйшігін сендерге сыйлайым. Қалаған жерлер келіп қойыңдар. Көп рахмет. Степан ата, алаңдамаңыз. Тақтайларды өзіміз жинай аламыз. Жүр, мұны турбозаврларға көрсетейік. Тақтайлар ше? Қайтып келген соң жинаймыз. Кеш батқанша уақыт бар. Пошта жәшігі. Бұл құстың үйшігі. Құстарға арналған ия. Керемет үйшік екен. Негізі мен де құс сияқтымын ғой. Маған да үйшік керек. Қане, Зерге де үйшік жасап берейік. Жақсы ой екен. Оны неден жасаймыз? Айналадан ешбір кірпіш көріп тұрған жоқпын. Кірпіш таба алмаймыз. Бірақ тақтайлар көп. Тек оларды алып кету керек. Степан атаның үйінде толып жатыр. Турбозаврлар, алға! Қап, жап-жақсы суретті білдірдің. Мен бе суретті бүлдірдім бе? Білдірдің бе? Безендірді дедім. Степан ата, қораның орнына гүл отырғызсам деген. Қазір-ақ тындырамыз. Керемет. До, қалып қойма. Осылай соңына дейін барамыз. Турбозаврлар, алға! Рак, абайла. Мұқият бол.
Үйді досыңа арнап салып жатырсың ғой? Степан ата, мұндай үйлерді құстар әдемі даусымен қуантсын деп, оларға арнайы жасап қояды деген еді. Мен онсыз да бәрін қуантамын ғой. Бірақ ән шырқап көрмеппін. Зер қойшы. Не, түкте ұнамады ма, Буль? Одан да көкек десеңші, көкек сияқты. Ол үшін әнші болу қажет емес. Көкек, 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 көкек. Балақайлар-ау, жарайсыңдар. Көкек, көкек, көкек. Қараңдар, сағат тура 3 болды. Уақытпен жүретін көкек екен, Турбозаврлар. Оқыс завр. Таңғаларлық. Қаланың маңындағы орманнан саяхатшылар айдаһарға ұқсайтын жануарды байқап қалыпты. Ақмақтық, ойлап таппайтындар жоқ. Бірақ әкелерің басқа ер адамдармен бірге орманға барып, әлгі белгісіз жануарды іздеп келеді. Турбозаврларға ескерту керек. Рахмет, әже. Әже, рахмет. Бүгін менің жанымда қал. Ботқаны тағы да тауыспай кетіпті. Олар мұнда жоқ. Тауып алмаған шығар. Тез тауып ала қоймас. Осында екенсіңдер ғой. Сендерді іздеп жүрсек? Не болды? Сендерді адамдар көріп қойыпты. Олар сендерді іздеп келмекші. Әзірге көрші орманға бара тұрсаңдар Қайда қайтеді? барамыз сонда? Біздің үйіміз осында. Мыңдаған жыл бойы осындамыз. Иә. Катя, үлкендерге айдаһарлардың қауіпсіз екенін айтсақ қайтеді. Бізге кім сенер дейсің? Сосын бұдан былай орманға жібермей қояды. Адамдар біз туралы білмеу керек. Ежелден бері жасырынып келеміз. Солай жалғастыра береміз. Мен түсіндім. Үлкендерді жортақ қорқытайық. Ойыншық айдаһар жасау керек. Ересектер ойыншықтан қорқады деп ойлайсың ба? Әлгі ағай оны шын айдаһар екен деп ойлап қалды деген шешімге Неге келеді. өйтпеске? Петя жақсы ойлап тапқан сияқты. Тоқта, бұл ойыншық шынымен де біреу-біреуді қорқытады деп. Сендер шынымен ойлайсыңдар ма? Саған не ұнамай тұр, Трак? Зиянсыз жануарға көбірек ұқсайды. Егер оны резеңкеден жасаса, онымен суға түсуге де болады. Басқа ұсыныстарың бар ма? Тиранозавр жасау керек. Неге? Неге? Міне тағы біреу. Қойыңдаршы, тиранозавр бола берсін. Қандай әдемі. Енді қорқынышты болды. Мені неден жасайсыңдар? Құлаған ағаштан әрине. Ормандамыз ғой, айналаға қараңдар. Сонда орманда тазарып қалады. Дұрыс, Катя, сен данышпансың. Құлаған ағаштан. Турбозаврлар алға!
сен неге көмектеспейсің? Үлгі ретінде пайдам көбірек деді. Айны маған мен ғой. Тиіспе, кет әрі, кет. Ой, қорқынышты жануарды тауыпты. Орман алаңқайында тұр екен. Біреу ағаштан мүсін жасап қойыпты. Сөйтсе саяхатшылар оны айдаһар деп ойлап қалыпты. Әкең достармен бірге мүсінді қалаға алып келіп, алаңға орнатып қойды. Ойлағанымыздай болды. Тракқа көрсету керек. Оған ұнары анық. Турбозаврлар. Ең қарапайым күн. 34, 35 іздеуді бастайым. Петя мен Боряны көріп тұрмын. Федя өзі табылды. Әділетсіздік қой. Егер түшкірмесем, мені ешқашан таппас еді. Тіпті 1 жыл өтсе де. Қойш, мен іздегенде алдымен ағаштарға қарайым. Себебі аулада басқа жасырынатын жер жоқ. Ал орманда болса оп-оңай жасырынар едім. Нұр әпке бізді орманға жібермейді. Осында ойнай берейік. Петя, сен іздейсің. 1, 2, 3, 4, 5. Түсінсем бұйырмасын. Ол қайда кетіп қалды? Мүмкін орманға кетті ме? Оны орманнан ешкім таба алмайды деген есіңде ме? Мен тауып алам. Оп-оңай. Боря, оны жалғыз өзің іздемексің бе? Ол менің бауырым. Оны өзім іздеуім керек. Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! Федя! Боряны бекер жалғыз жібердік. Енді қайтсек екен? Мен білемін, турбозаврлар көмектеседі. Керемет сурет. Бізге көмектерің ауадай қажет. Достарымыз адасып кетті. Шуламаймыз. Зер көмекке дайын. Орманның мұндай үлкен екенін білмеппін. Шаршадым, қарным ашты. Менің де шөлдедім. Қызық, бізді табар ма екен? Оларды таптым, бірақ оларға жету қиын. Бір жағында батпақ, ал бір жағында жыра. Жыра арқылы барайық. Мәссаған, жыра деп осын айт. Енді қайттық. Мүмкін емес деген сөз жоқ деуші едің ғой. Енді қалай өтеміз? Құлаған ағашты көрдің бе? Содан көпір жасаймыз да арғы бетке өтеміз. Турбозаврлар алға! Тор, көпір салатын жерді таптап нығызды. Анки, сен ағашты бекіт те траққа бер. Ал сен, діңгекті жыраның қарсы бетте қарай лақта. Ой,
Мұның бәрі таңғы жаттығу. Енді қалай өтеміз? Бір ой бар. Үлкен көпір салса ше. Міне, мынандай. Бұлай болса тіпті керемет. Бағаналармен орнатылған көпір. Ғажап! До, көпірге діңгек зеңдер. Бұл діңгектерді осында жеткіз. Тор, енді бізге үлкендеу алаң керек. Бағаналар берік болмай қалса ше? Қазір бәрін берік қыламыз. Төсеуге тақтайлар қажет. Анки, бөренелерді траққа бер. Олардан тақтай кесіп, бағаналарға төсесін. Оятпай-ақ қой. Менің бір ойым бар. Бірақ ол үшін жол талғамайтын көлік қажет. Балалар қайда? Кеш болып кетті. Олар қайда жоғалып кетті? Балаларым жоғалып кетті. Уайымдамаңыз. Жасырынбақ ойнағанбыз. Оларды іздеп міне таптық. Жүріңіз. Федя, Боря, жерде ұйықтауға болмайды. Суық тиіп қалады. Батпақ қайда? Қорқынышты орман ше. Түс көрген ғой. Жүріңдер, бәліш дайын. Достарымды да шақырыңдар. Достардың орны бөлек. Иә. Турбозаврлар. Ғарыштық бадминтон. Бәстесесің бе, үлгермейді. Жоқ, бәстеспейміз. Үлгермейді ау. Бұлай ойнамайым, бұл әділетсіздік. Ұшып келе жатыр. Ұшып келді. Мінекей. Бұл не өзі? Дақ сияқты. Алманы суретке түсірдің бе? Бұл алма емес. Телескоппен көрдім де, сендерге шығарып әкелдім. Бұл өзі неге ұқса? Үлкен метеорит екен айдан анық. Әжейдің бақшасына қарай ұшып келе жатыр. Оны қайдан білесің? Міне дақ. Ол алмаға ұқсайды. Әрі көлемі де алмадай. Сонымен әжейдің алмалары қайда өседі? Бақшада. Демек метеорит сол жерге құлайды. Қап, әжейдің бақшасында ең үлкен асқабақ. Ал метеорит оны... Әжей қатты ренжитін болды ғой. Оны құтқару керек. Әжейді ме? Асқабақты тезде тейік. Құтқару туралы қандай жоспарымыз бар? Тоқта, мен білем. Метеоритті сақпымен атып түсіру керек. Жоқ, тегіз алмаймыз. Оны орманға қақпанға алдап түсірсекші. Метеоритті ме? Ол тас қой. Оны қалай алдайсың? Ірімшікпен бе? Егер үлкен желдеткіш құрастырсақ, сөйтіп метеоритті көлге құлатсақ қалай? Не істеу керегін түсіндім. Менімен бірге жүріңдер. Ойлап таптым. Үлкен зақпыға ұқсайтын бір нәрсе жасау керек. Сөйтіп метеоритті атып түсіреміз. Дұрыс! Міне, мұнандай үлкен тор қажет. Оны бақшаның үстіне керіп қоямыз да, метеорит ұшып келгенде ұстап аламыз. Қанекей, алға, тор іздейік.
көрдім, көлдің маңында. Алақай, кетті! Қане, осы маңға бәрін қазып көшірейік. Сөйтіп, метеоритті тұзаққа түсіреміз. Табылған ой! Бұл жерге не істеп тастағансыңдар? Әжей қазір дүкеннен оралады. Ал мына жер шашылып жатыр. Бір қарағанда шашылып жатқандай көрінеді. Бірақ дұрыстап қараса. Бәрін өз орнына қойыңдар. Әйтпесе, әжей ренжейді. Реттелген сияқты. Тезірек торды тарту керек. Петяның жоспарымен жүреміз. Себебі метеорит әне-міне дегенше ұшып келуі мүмкін. Оңға қарай, енді солға қарай. Бәрі дайын сияқты. Метеоритті қарап қойш. Тоқта, линзаны сүрту керек. Міне, мына жерге бақпақтың үпелегі жабыс қалыпты. Ой, метеорит жоғалып кетті. Меніңше ол жай ғана үпелек болған сияқты. Бүгін метеорит ұшпай ма? Ой. Қазір ұшып келеді. Оны ұстаймыз ба? Ага. Иә. Ой, тезірек. Оңға, солға қарай. Маған қарай. Тоқта, бер қарай. Метеориттің өзі де келді. Турбозаврлар. Мынау Құтқару тоқтауға болмайды оқиғасы. деген белгі. Бұл белгі тұрған жерге машина қоюға болмайды. Қалғандары қайда? Жол ережесін бәріңе үйретемін деп едім ғой. Қайда кетір дейсің? Қазір келетін шығар. Көмектесіңдер! Сұмдық жағдай болды. Құтқарыңдар! Зер, не болды? Тыныш. Зер, не болды деймін? Айтпақшы, До қайда жүр? Соны айтқым келген. Оны ұрлап кетті. Қалаға барған еді, сол жерден алып кетті. Ол мына белгінің не екенін білмеген ғой. Жай көлік сияқты алып кеткен. Тынышталыңдар. Барлық қиындықтың шешімі болады. Бізге жол көрсет, Зер. Турбозаврлар алға! Тоқта, ал тракши? Қаланың ішінде робот көзге түсіп қалады ғой. Трак бізбен бірге барады. Көрде тұр, оны ешкім байқамай қалады. Осы арадан бір нәрсе көрген сияқты едім. Ал керек болса. Доның қайда екенін нақты біліп алуымыз керек. Зер! Бара жатырмын. Осында екенсің ғой. Әрең таптым ғой. Таба алды, ұрлап кетті. Енді не істеймін? Сабыр сақта, До. Менің екінші атым супер құтқарушы. Уәде берем, көп ұзамай бостандықта боласың. Бізді ешкім байқамай қалды. Тракты түсірейік. Ой, мына жер қандай тар еді. Доны таптым.
Ол екінші қабатта екен. Ол тұрған жақтың қабырғасын бұзу керек. Дос сол жерден ішке кіреді. Содан кейін ол жерде ешкім байқамайтындай қайтадан жасап қоям. Ол екінші қабаттан қалай түседі? Мұнда баспалдағы жоқ. Қолымыздан келмейді. Соны да сөздеп таптым. Бұзылған жерге төмпешік жасаймыз, ал дос онымен сырғанап түседі. Міне, қараңдар. Керемет. Трак, до тұрған жақтың шатыры мен қабырғасын ал. Анкей, кедергі болмас үшін сен оларды бір шетке шығарып қой. Тор, Буль, сендер төмпешік тегіс шығу үшін ойықтың астына құм төге беріңдер. Ал мен не Сен істеймін? жан-жақты бақылап, бізге хабар беріп тұр. Біреу келе жатыр. Тағы құрылыс жүріп жатыр ма? Қазын іздеп жатыр ма? Қаза береді екен, тү! Кетті ме? Шыға берейік пе? До, дайын ба? Иә, Осылай, жарайсың. Сол жаққа, оң жаққа. Ал енді қабырға мен шатырды орнына қойып, құмды тегістеу керек. алақай, үйге барам. Достар, сендер болмағанда не істер едім, а? Дос деген басыңа қиындық түскенде керек. Бірақ келесі жолы мына белгінің жанынан тоқтама. Бұл қандай белгі? Ай, саған жол ережесін үйрету керек екен. Көп жүзіне ереже керек емес. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.